Сәлематсыздар ма балалар? Бүгін бізге сәлематсыздар ма балалар? Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Қазір бізге дүниетану пәні. Барлығымыз кітабымызды, оқу құралдарымызды дайындайық. Дайын болсаңыздар, сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпқа шолу жасап кетейік. Не естеріңізде ме? Алдыңғы сабақ Тоқтар Әубәкіров тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбы болып еді ғой. Сол бойынша білетінімізді есімізге түсірейік. Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет ұшқан қазақ ғарышкері кім еді? Тоқтар Әубәкіровке қай жылы Кеңес одағының батыры атағын берді? Ғарышкерлерге тән қандай қасиеттерді білесіздер? Керемет! Мен сіздердің жауаптарыңызға қанық болдым. Ендеше әрі қарай сабағымызды жаңа сабақпен жалғастырайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі. Оқу мақсаты 4-3-5-2 Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлін анықтау. Тыңдаңыздар. Қазақстан Ресеймен тығыз экономикалық және мәдени байланыстар орнатқан. Екі елдің мемлекеттік шекарасы да тым ауқымды. 1991 жылы КСРО ыдырағаннан кейін тәуелсіз мемлекеттер достығы құрылды. Қытай елінің Қазақстанмен арадағы сауда байланысы Ресейден кейінгі екінші орында. Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі жылдан жылға артып келеді. Еліміз 70-ке жуық халықаралық ұйымның белсенді мүшесі. 1992 жылы 2 наурыздан бастап Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына қабылданған. Біріккен ұлттар ұйымы құрамында 190 ел бар. 1992 жылғы 2 наурыздан бастап Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына қабылданған. Біріккен ұлттар ұйымының құрамында 193 ел бар. Еліміздің ядролық қарусыз өмірге деген ұмтылысын бүкіл әлем жоғары бағалады. 29 тамызда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бейбітшілік 21 ғасыр манифесін жариялады. Осы манифесінде ядролық қарудан бас тартуға шақырды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп жарияланды. Қазақстанда Экспо 2017 көрмесін өткізу еліміздің әлемдік аренадағы беделін арттырды. Көрменің болашақ энергиясы тақырыбы желдің, күннің, су мен ғарыштың қуатын пайдалану мәселесіне қатысты. Көрмеге әлемнің 100-ге тарта мемлекеті мен 10-нан аса халықаралық ұйымы қатысты. Балалар, ендеше мына картаға назар аударайық. Бұл карта сіздердің оқулықтарыңыздың 115-ші бетінде де орналасқан. Бәріңіз ашып қарай қойайық. Осы картадан Қазақстанды көріп тұрсыздар ғой.
Иә, ал енді айтыңдаршы, осы Қазақстан қай мемлекеттермен көршілес? Яғни қай мемлекеттермен шектеседі? Міне балалар, картадан көріп тұрғандай, Қазақстан Ресей мемлекетімен, Қытай мемлекетімен, Қырғызстан мемлекетімен, Өзбекстан мемлекетімен және Түркменстан мемлекеттерімен шектеседі екен. Яғни бізге осы елдер көршілес елдер болып есептеледі. Ендеше жаңа танысқан мәтін бойынша мен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. 1991 жылы КСРО ыдырағаннан кейін не құрылды? Екінші сұрақ. Біріккен ұлттар ұйымы қай жылы қабылданды? Үшінші сұрақ. Біріккен ұлттар ұйымының құрамында неше ел бар? Төртінші сұрақ. Бейбітшілік 21 ғасыр манифесі қай жылы жарияланды? Бесінші сұрақ. Экспо 2017 көрмесіне қанша халықаралық ұйым қатысты? Ендеше, мен сіздердің сұрақтарыңа толық жауап алдым. Әрі қарай жазылым. Дәптеріміздің 54-55 бетін ашып, осы тақырып бойынша берілген тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма сөйлемді аяқта. Бос тұрған жерге керекті сөздерді қоясыздар. Сіздерге берілетін уақыт 3 минут. Ал іске сәт кірісіңіздер. Балалар, егер қиналып жатсаңыздар, оқулықтағы мәтінге сүйенулеріңізге болады. Болдыңыздар ма, балалар? Жарайды, әрі қарай тапсырмамызға көшейік. Мына суреттен дүниежүзілік ұйымның нысанын көріп тұрсың. Қазақстан бұл ұйымға қашан кіргенін уақыт тізбегіне белгіле. Сіздерге берілетін уақыт 2 минут. Жарайды, балалар. Ендеше, әрі қарай тапсырмамызға көшеміз. Балалар, кестемен жұмыс жасаймыз. Қосымша ақпараттарды пайдаланып, кестеде берілген елдердің астанасын жазамыз. Қытай мемлекетінің астанасы, Қырғызстан мемлекетінің астанасы, Ресей мемлекетінің астанасы, Түркменстан мемлекетінің астанасы және Өзбекстан мемлекетінің астанасы қалай аталатынын жаза қойыңыздар.
Жарайды балалар. Ендеше осы оқып білгенімізге байланысты үйге тапсырма ала қояйық. Жұмыс дәптеріндегі 56-шы бетте С1-ші тапсырманы орындаймыз. Және бүгінгі өтілген мәтінді оқып мазмұндаймыз. Сабаққа белсенді қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар балалар, кездескенше.